Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз жазу және кітап бастыру адамзаттың ұлы жетістіктері. Сабақтың мақсаты тарихи даму контекстіндегі әлем халықтарының жазу түрлерін жіктеу, адамзат өркениетінің дамуында жазу мен кітап бастыру ісінің маңыздылығын анықтау. Бағалау критерийі адамзат өркениетінің дамуындағы жазу түрлерін жіктеп, жазу мен кітап баспа ісінің маңыздылығын анықтау. Адамзат тарихында адам бір белгілердің көмегімен өзі үшін маңызды ақпаратты тіркеп, осылайша бір-біріне беріп, сақтап қою үшін жазуды ойлап табудың маңызы зор болды. Ең ежелгі кезеңде ақпаратты бір-біріне беріп, сақтаудың әртүрлі әдістері болды. Белгілі бір құрастырылған бұтақтардың, садақтардың, оттың көмегі және тағы басқа. Кейін келе ақпаратты тіркеудің күрделі әдістері пайда бола бастады. Осылайша ежелгі инктер, түйіндер көмегімен жазып алу жүйесін ойлап тапты. Пиктография, сурет жазу, латын тілінен алынғанда болу, грекше жазамын дегенді білдіреді. Пиктографиялық жазу шартты түрде бейнеленген суреттер арқылы тілдік формаларды емес, тек ойды, ұғымды білдіретін ертедегі жазу түрі. Пиктографиялық қарабайыр адамдардың үңгір суреттер түріндегі ең ежелгі әріп. Идеографиялық жазу грек тілінде идея, ой, бейне, графо, жазу деген мағынаны білдіреді. Негізгі таңбалар идеограммалар. Бұл жазу пиктографиялық жазудың жетілген түрі болды. Пайда болу уақыты мемлекеттің пайда болу, яғни құл иелену дәуірі біздің заманымызға дейін 3-ші мыңжылдықтың басы еді. Ежелгі Египетте графикалық жазу негізінде идеографиялық жазудың бір түрі пайда болды. Олар қасиетті белгілер деп аталды. Әрбір иероглиф сөзі немесе оның бөлігі белгіленді. Сына жазуы біздің заманымыздан бұрын 4-1 мыңжылдықта таяу шығыс пен Кіші Азия аумағында кең таралған жазба жүйесі. Жазудың бұл түрі қыш тақтайшаларында, үшкір, қамыс таяқшаларының көмегімен ізбасу арқылы сына түрінде пайда болды. Сына жазуы біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдықта оңтүстік Месопотамия қоныстанған шумерлер ойлап тапқан. Сына жазу әр түрлі тілде сөйлейтін халықтардың 3000 жылға жуық жүрді. Фонографиялық жазу адамдар өз сөздерін жай элементтерге, дыбыстарға бөлуді бірден үйренген жоқ. Сөздің бөлек буындарға бөлінуі жеңіл болды. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта белгілі жеке буынды білдіретін буындық жазбаның бірнеше түрі пайда болды. Олар криттік жазба, майя жазбасы. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықтың аяғында финикиялықтар басқады. Көптеген халықтардың алфавитінің үлгісі болған әріптік, дыбыстық, алфавиттік құрды. Финикиялық алфавит әр қайсысы жеке дыбысты білдіретін 22 дауыссыз дыбыстан тұрды. Адамзат үшін бұл алфавитті ойлап табу алғашқы қадам болды. Жаңа жазбаның көмегімен сызба түрінде қандай да бір сөзді айтуға мүмкіндік туды. Оны үйрету өте оңай болды. Бұл финикиялық алфавиттің бүкіл әлемге таралуының себептерінің бірі еді. Руна жазбаларының герман, скандинав алфавитінің жазбасының белгісі. Руна жазуы герман халықтарының біздің заманымыздың алғашқы ғасырында пайда болған. Руна тік және қиғаш түзу сызықтарды тұрады. Сондықтан қатты маталарға, тасқа, ағашқа, сүйекке, металға ойып жазылды. Руна алфавиті алғашқы 6 белгісі бойынша футарк деп аталды. Ол үлкен алфавит деп аталды, 24 белгіден тұрды.
Викингтер дәуірінің 16 рунадан тұратын кіші алфавит пайдаланыла бастады. Орта ғасырларда руна жазу латынмен бірге жүрді. Исландия мен Готландта руна жазу ұзақ уақыт пайдаланылды. Бүкіл алфавитті жазып шығудың магиялық мәні болды. Руналар аурудан аюға көмектеседі, шайқастарда жеңіске жеткізеді, уланып қалудан сақтайды, дауларды басады деп есептеген. Бізде 6000-ға жуық руналық жазба белгілі. Орта ғасырда Орта Азия мен Сібір аумағында руна жазбаларына ұқсас көне түркі жазу қолданылды. Ежелгі түркі жазба ескерткіштер Енисей мен Лена, Архон және Селенга өзендерінің алқаптарында Қазақстанда, Талас, Сырдария, Ертіс, Іле өзендерінің аңғарларында табылды. Кітап басып шығару идеясы мөр, трафарет басудан пайда болды. 7-8 ғасырда Европада ою-өрнекті бедерлеп салған бұйымдар жасау дамыды. Қайталанып отыратын фигураларды басып шығарғанда мөрлі қалыптар пайдаланылады. Кітаптарды көшіріп жазатын жол басында әшекейленген әріптерді бейнелеген қалыптардың көмегіне сүйенеді. Себебі мұндай әріптердің суретін салу ұзақ уақыт алды. Алғашқы кітаптарды басып шығару технологиясы келесідей болды. Қатты ағаштан жасалған қалыңдығы 2 сантиметрге жуық 4 бұрышты тақтайша алынды. Оны жақсылап тегістеп, жазықтығын тексергеннен соң бетіне қағазға салынған сурет және мәтін жабыстырылды. Содан кейін өткір пышақпен қажет емес бөліктерін ойып алынып тасталынды. Нәтижесінде бір жазықта бояу жағылған дөңес бедері бар сурет пайда болды. Оған жүн толтырылған тығыз бұйым және бояу жағылады. Бояудың үстіне оның жақсы сіңуі үшін суланған қағаз төселінеді. Қағаз ағаш қалпықтан бүкіл суреттің сіңіріп алғаннан кейін оны алып кептірген. Содан кейін тақтайды қайта бояп, процесс қайталанып отырған. Алдымен қағаздың бір жағына ғана басып, кейіннен екінші жағында пайдалана бастады. Гутенбергтің әдісі кітап басып шығару ісін едәуір жеделдетті. 1440 жылдары терілген кітаптар Донант грамматикасы және күнтізбелер басып шығарылды. Аса белгілі алғашқы терілген басылымдар 42 жолдан тұратын Библия және Псалтыр. Бұл басылымдар солар үшін арнайы жасалған ерекше қаріптермен, сондай-ақ бас әріпті литерлер және шектері әшекейленген 2 түсті декормен ерекшеленеді. Кітап басып шығарудың Гутенберг ашқан әдісі адамзатты қажеттіліктеріне қаншалықты жараған уақыт көрсетті. Европаның әр түрлі қалаларында жүздеген баспахана пайда болды. 1500 жылға қарай бүкіл Европа бойынша 30 мыңға жуық кітап шығарылды. Өз басылымдары аса тартымды ету үшін кітап басушы өз кітаптарын алғашында ақ-қара, кейіннен түрлі түсті суреттермен толтырылып, бірінші бетін әдемілеп безендірді. Үйге тапсырма: алғашқы шыққан кітаптар жайлы мағлұмат жазып келу. Қош сау болыңыздар.